Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен пайдалы және қызықты арнасы. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетіңіздер. ОБТ жыл сайын бүкіл Қазақстандағы ата-аналар мен оқушылардың, мұғалімдердің мазаларын алып, бастарын ауыртып, жүйкелерін тоздырады. Біреулер үшін бұл қорқынышты түс сияқты болса, ал енді біреулер үшін өз білімдерінің арқасында жоғары балл жинап, білім беру грантын жеңіп алуға тамаша мүмкіндік. Тестке психологиялық тұрғыда қалай дайындалу керегені туралы топ 5 кеңестер. Өз-өзіңізге сенімді болыңыз. Бостан-босқа қобалжып уайымдаудың керегі жоқ. Тест қаншалықты қиын болғанымен, ол мектеп бағдарламасынан еш ауытқымайды. Сондықтан да сұрақтардың басым бөлігіне дұрыс жауап бере алатыныңызға сенімді болыңыз. Арандатушылыққа берілмеңіз. Аудиторияда сізден көмек сұрайтын адам өте көп болады, бірақ та ОБТ алдымен сіздің өміріңізге қажет басты емтихан екенін ешқашан ұмытпаңыз. Сондықтан да басқаның алдауына берілмей, ұялмай, еш нәрседен жүрексінбей, көмек беруден тартыңыз. Ағыммен бірге болыңыз. Тест тапсыруға кем дегенде бір ай қалғанда көпшіліктің ағынына еніңіз. Өзіңізге ыңғайлы күн тәртібін құрып алыңыз, уақытында тамақ ішіп, уақытында ұйықтаңыз. Мүмкіндігінше спортпен шұғылданып, таза ауада серуендеуді де ұмытпаңыз. Сонда ғана сіздің миыңыз дұрыс жұмыс істейтін болады. Көрнекі болыңыз. Көрнекі болу, қиялдану, ойдағы жетістіктерге жетудің бірден-бір тамаша әдіс екені құпия емес. Өзіңіздің тест тапсыратын күніңіз бен емтихан үстіндегі жағдайыңызды күнделікті көз алдыңызға елестетіп, қиялданып жүріңіз. Сондай-ақ балл нәтижесін хабарлайтын сәтті де көз алдыңызға елестетіп, өзіңіз жоғары балл алғандай қуанышты сәтті сезініңіз. Егер де ОБТ-дан төмен балл алып қалған болсаңыз, мұнымен өмір бітпейтінін ешқашан естен шығармаңыз. ОБТ-ны қайтадан тапсыру мүмкіндігі бар, немесе оны келесі жылға да қалдыруға болады. Немесе өмірде тіпті басқа жолды таңдауға да болады ғой. Тарихта ОБТ-сыз да талай-талай жетістіктерге жеткен немесе тамаша бизнес иесі атанған адамдар қаншама. Ең бастысы, өз күшіңізге, біліміңізге сенімді болыңыз. Арандатушылыққа салынбаңыз. Ештеңеден де жүрексінбей, тек алға қарай, арман мақсатыңызға қарай жүре беріңіз. Сонда ғана сіз жетістіктерге жетесіз.